Сәлем достар, мен Сан-Диегодамын, Калифорния штатында. Finally деп қояйыншы. Күшті бір нәрсе көрсетейін сіздерге. Қазақ адам тауып алдым, видеомды салайын, бірге видео түсіріп алдым. Сәлеметсіз, атыңыз айтып жүрсеңіз, қалай келдіңіз Америкаға? Тоже бригадтармен келдік, отбасымызбен жеңіп алдық. Енді Сан-Диего қаласының Ла-Хойя районында тұрып жатырмыз. Сан-Диегодан қазақ адамды бірінші рет тауып алдым, қуанып кеткенмін ғой. Сол. Қалай тапқан айтсаңызшы? Мына оюды көріп қалдым. Тауып алдым. Қош келдіңіз, Сан-Диего ұнап жатыр ма? Күшті, керемет, ауа райы тамаша. Жылы сіздер де келдіңіздер. Осылайша біз сөйлестік. Ол апайым мына жақтағы автобустың ішінде отыр екен. Мен басқасына мінемін. Мына жерде автобус аялдамасында әрқайсының тұратын жері бар екен. Соған отырайын деп тұрмын. Қазақты тауып алғанына әлі қуанып тұрмын. Әңгімелесіп, сөйлесіп, күшті жер тарқатып алған алдым ғой. Десеңді. Менде керемет эмоциялар болып тұр енді. Енді Калифорнияның вайбын енді ғана сезініп жатырмын. Мына көріністен ғой жаңағыны айтып отқаным. Эмоциямды көрсетіп. Міне нағыз Калифорния басталып жатыр. Көзіме көрініп. Сезінбей жүремін. Қайда жүргенімді. Бірақ енді міне мынандай күшті әдемі таулар. Мына жақтан мұхит. Таудың үстіне салынған үйлер, пальма, әдемі өмір көріне бастады десеңді. Әдемі жерлер. Тамаша. Жақындап көрсететін боламын. Күшті дауыс естіліп жатыр, алыстан мұхиттың дауысы. Сұлулық. Міне бай өмір деп осы жерде тұратын адамдарды айтып отырмын ғой. Дәл мына райондардан енді қымбат қой, $1 миллион алған ресторан бар екен мына жерде. Мұхитқа жақындап қалдым. Осындай географиялық жерге өте байда бүкіл нәрсе бар. Әрі тау десең тау, күн десең күн, су десең су, әрі тиіп тұр айналаңда. Пальма. Қандай керемет. Өте сұлу екен. Қатты ұнап жатыр. Негізі жаңа Алтынай деген қазақ апайды көріп қалғаным. Ойлап қоямын да. Өмірде әр нәрсе болу керек па, болу керек дейді ғой. Әр нәрсе өз ретімен болып жатыр деген сөзді естіп қалғаным ғой. Мен мысалға жаңа сол автобустың тұратын жеріне бару үшін бірінші қайда бардым? Бірінші пойыздың жүретін жағына бардым да. Бірақ ол пойыз сияқты, метро сияқты жүретін бар да, ЛРТ деймін. Оған бару, ол болса мына жаққа келмейді екен да. Солайша мен телефоннан іздеп уақытты кетірдім да, әбден мына жаққа қалай келем деген сияқты сұрақтарды қойып. Сосын дәл сол жаққа мен жүріп барып, алдымнан дәл бір қыз светофорды басып қойып, мен жүріп өткен сәттер, соның барлығы кезек дәл орнымен келіп, дәл сол сәтке әкеліп тұр да мені. Қазақ адамды көру үшін барлығы өз орнымен болып жатыр. Барлығы қалай болу керек, солай болып жатыр десең да. Сондай сияқты бір ойлар келді. Қандай керемет деп қалды. Әйтпесе дәл ол адамды кезіктірудің мүмкіндігі қанша пайыз? 0,0. Мына жақта миллиондаған адамдар бар ғой, халық бар ғой негізі. Жалпы ойымды жеткізе алдым деген сенемін. Ана мақаланы дұрыстап айта алмадым, бірақ түсінген шығарсыздар. Сондай. Бірақ негізі өте қуаныштымын. Осындай мүмкіншілігіне Құдайдың бергені. Сөйлеп, өзімді қатты бақытты сезініп тұрмын. Сол қазақ апаймен сөйлесіп,
өзімді бақытты сезініп тұрмын деген ғой. Қайта айтамын да. Иә. Өте бақытты. Адамдар түсетін жол екен. Әдемі суретке түсіп алуға болады. Бір адам жоқ қой. Тамаша. Артында мынадай көрініс. Мына әдемі жерді таптым. Мына жерде отыратын бар екен, сосын былай қоршап қойыпты. Өтуге болмайды деп. Екі жақты да көріп тұрмын. Мына жақтан көрініс, мына жақтан да. Мынау тау екен, былай серуендеп келіп кіріп кете алмайсың. Арнайы жолдары болады екен көбінесе мұхитқа өту үшін. Тағы да бір әсем көрініс. Сосын мынандай үлкен кактустар, алой сияқты бір жылы жақта өсетін нәрселер ғой. Мынау жылы, сосын шөлділеу жақта өсетін сондайлар бар екен. Міне менің бойымнан ұзын да даже. Міне мынаған тұрып көрсетсем болады екен. Өрмекші торын жасап тастапты. Несі кіріп кетпей ме екен өрмекшіге деп. Мынандай суреттерді интернеттен көп көретін сен, мына гүлді. Лагуна бич десең осындай өсімдіктер шығып тұратын. Сөйтсем бұл тікеніктері болады екен ғой. Бұл гүлдің әдемі. Мынандай нәрсе істеп қойыпты. Жер жанаты Калифорния екен ғой десем. Сан-Диего, Лос-Анджелес деген жерлер. Керемет екен ғой. Мынаны міндетті түрде түсіріп алуым керек дедім ғой. Гүлдеп тұрған. Қандай әдемі ағаш. Гүлдері дәп-дәу екенше. Күшті қаралған. Taken care of, well taken care of десе ағылшынша түсіндіріп кеткен ба. Күтімі жақсы жер екен, соны айтқым келді ғой. Ағаштары қырқулы, газондары қырқулы, жап-жасыл, тап-таза. Осы жерден бір өтіп бара жатырмын. Осылай әдемі. Бір міндегі ең күшті көрінісі бар тамақтанатын жерге келген сияқтымын. Міне ресторан мынандай. Caroline's Cafe дейді. Сосын міне $1 миллион көрінісі. Міне тамақ. Керемет. Арт жағын тылсым күшті болып тұр. Бір кезі келген жақта болу керек. Тұман сияқты мұхиттың суы буланған сондай процесс болу керек. Міне ана жақ тұман секілді болып тұр ғой. Камерадан онша білінбей тұр. Бірақ осындай. Осы себепті келе алмадым ғой мен. Бірден астынан түсіп. Толқындары керемет екен енді. Калифорнияның дауысты айтсайшы. Бұф деп бұрқылдап жатыр. Күшті. Серферлер өте көп жүр. Адамдары спортпен айналысатын. Күшті екен. Жүгіріп жүреді. Серуендеп жүрген адамдар да көп. Шағала демалып жатыр.
күшті көрінеді мына пальмалар төбеден. Мына жер қызық екен. Міне айдалада мұхитта. Мына жақта шамалы сулар бар. Ішінде балықтар жүр. Ендігі баратын жер Сан-Диего жануарлар бағы. Әлемдегі ең күштісі айтпақшы. Өйткені өте жақсы қарайды. Біздегіден қарағанда. Сосын барып ол жақта өзінің табиғи ортасы сияқты алып жасап қояды. Қиналмай тұрады да, қамап қойған сияқты болып сезілмейді. Маған сондай өте жақсы жағдай жасалған жануарларға. Шошқа. Шошқа ма? Шошқа ал. Қолтырауында. Астынан көре аласың, бірақ үстінен басқаша болып көрінеді екен. Жалпы іші өте таза, ешқандай сасық иіс жоқ. Әдемі, өте үлкен. Өкінішке орай беске дейін ғана істеткен соңымызда жаман екен. Жарықтарды қосқысы келмейді ау. Жануарларға зиянымызды келтіреміз деп. Сол беске дейін істеген себебі. Мына маймылдардың тұратын жері. Анголалық. They know what cell phones are and they'll steal them until you bribe them with bananas to give them back. Maybe... Аяқтары неткен ұзын, әдемі. Розовый жануар деген. Басқа жоқ шығар бұдан басқа. Айтып өткендей, Сан-Диегодегі зоо саябақ жануарларға әлемдегі ең қолайлы орталардың бірі болып табылады. Өйткені бұл саябақтағы жануарлардың көбісі құтқарып алынған. Яғни олар алған жарақаттарының кесірінен табиғи ортасында өмір сүре алмайды. Әрине, олардың қамал өмір сүруіне тура келеді. Қоршалып, яғни төрт дуалдың арасында дейміз ғой. Алайда саябақтағы жануарлардың тұратын жерлері небәрі әрқайсының өзінің тұратын ортасына ұқсатып жасалынған. Яғни судың астында өмір сүретін жануарлар судың астында өмір сүреді. Орманның ішінде өмір сүретін жануарларға көптеп ағаш отырғызылады деген сияқты отырғызатын ортасында. Зообақтың аумағы өте үлкен. Толыққанды аралауға 2 күндей уақыт кететін сияқты. Біз 1-2 сағат, 3 сағат жүріп, түкте көрген жоқ сияқтымыз. Өте аумағы үлкен енді. Точно бара алмадық бүкіл жерлерге. Бұл жерде жануарлар ғана емес, өсімдіктер де бар, түрлі жәндіктер де бар. Яғни тірі жандардың көп нәрсесі бар. Тіршіліктердің.
Өкінішке орай онша емес болып тұр. Бұлт болып кетті. Салқындау. Осындай жер. Делмар деген жерге келдім. Судың астындағы тарп. Көрейік не бар екенін. Мәссаған темір жол адамдар жүріп баратын болса жағаны қарап бір жерден бір жерге басып күшіне мынау темір жолдан өтетін жер. Спортпен айналысатын адамдар көп екен. Тағы да көріп жатырмын. Велосипедпен өтіп жатыр. Мынау күшті екен. Кемелерге жол көрсетіп тұратын мұнара болады ғой, сол сияқты. Мынау кіреберіс жер енді. Тағы да ішіне қарай кіріп көремін. Пойыздың дауысы шығып жатыр. Қалай болады екен, соны көреміз. Әдемі жерден өткен. О, тез келіп отыр. Келесі күні Лос-Анджелеске жолға шықтық. Армандар орындалатын күн келді деуге болады. Лос-Анджелес. Тамаша климат, пальма ағаштары, әдемі үйлер, жағажай, Голливуд, Беверли-Хиллз. Айта берсең кете береді. Қаншама жыл армандаған Лос-Анджелесті көретін де кезі келіп қалыпты ғой. Ал енді үмітті ақта Лос-Анджелес деп кеттік LA-ге. Marlon Brando. Сонымен мына Голливудты қарап жүрмін. Walk of Fame ғой. Жұлдыздардың аты бар жер ғой. Сонымен адамдардың аттары тола. Әрине бүкілін тани бермейсің. Дженнифер Энистонды ғана таныдым, басқалары әйтеуір толған аттар. Қызық әрине көрген. Вау дейтін нәрсе емес қой, бірақ шынымен бірақ әлемдегі Америкадағы ең танымал жерлердің бірі болғандықтан қатты қуаныштымын келгеніме. Мына сумка қызық екен.
үлкендерге арналған, әрі кішкентайларға арналған сияқты. Түсінбейсің. Well, I found a spot to park the car, and it's not a tiny space, so. Мынау енді тура танымал жерлерінің бірі. Суретке түсу мүмкін емес сияқты, өткен адамдар аз топырлап жүр. Голливудта не бар екен сонымен? Туристер түсіп қалатын тұзақ сияқты, бірақ интернет арқылы миллион рет көрген болғандықтан осы жерлерді бәрібір мен көргім келеді. Сол рас қой. Мұнда түрлі кішігірім тамақтар мен тәттілер бар екен сатылатын, сосын кафе, ресторандар мен киім, ойыншықтар, естелікке сувенирлер, сонымен қатар үйсіздер паналап алған жерлер де аз емес. Абай болу керек. Жалпы ең танымал деген жерлерін әрине жүруге болады. Танымал жерде жүрген кезінде біреу шабуыл жасайды деген ойда емеспін, бірақ түнде немесе адам көп жүре бермейтін көшелерде жүрмес едім өзім. Сувенирный жерге келдім. Қазақстанға барғанда апаратын. Үшеуін алайын деп отырмын. Лос-Анджелестен міндетті түрде алу керек қой. Сөмкелер, шай, кофе ішетін ыдыстар, мындай тағатын, мұздатқышқа арналған, сосын мындай қоятындар бар. Киімдер. Осындай. Ал мына жер болса, бұл сауда орталығы. Бұл мен үшін өте қызық жер болды. Өйткені бұл Алматыдағы Форум деген сауда орталығына қатты ұқсайды. Екеуі де осындай ақ, осындай ұқсас, өте ұқсас дизайнмен жасалынған. Голливудта аяқтап болған соң Беверли Хиллсқа кеттік. Беверли Хиллс өте бай, өте жақсы күтілген, таза, қалай айтсам болады. Бұл да Лос-Анджелестің ең әлемге танымал бөліктерінің бірі болып табылады. Көптеген жұлдыздар тұрады. Негізі Беверли Хиллс қаласы негізінен өзінен қала бөлек, яғни заңы бөлек деген сияқты Лос-Анджелестен бөлек қала. Сонымен қатар бұл жерде танымал Лос-Анджелес емес, Беверли Хиллс жазуы бар. Соны бару мақсатымда. Сосын барып, атақты шоппинг мол сияқты, шоппинг стрит бар, яғни өте сәнделген. Сосын мынандай көріп тұрғандарыңыздай пальма көшелері өте көп бұл жерлерде. Жалпы өте әдемі күтілген, қарапайым Лос-Анджелестен қарағанда. Мынау енді танымал Беверли Хиллс жазуы көріп тұрғандарыңыздай. Беверли Хиллс жазуы. Бірінші барған жер басқаша жер болып шықты да. Мына жер тура дұрыс жер екен. Келу керек жерге. Келейік. Енді жечке ұрылды. Мына әдемі жерге келдім. Беверли Хиллста осындай көшелер көп. Пальмаларды қатарынан екі қойған, өте әдемі. Бай көрінеді. Тапқаным жақсы болды. Керемет. Беверли Хиллсты бітіріп тастап, Родео драйв деген жерге бару мүмкін. Бармауымда мүмкін, көреміз. Close your eyes for a minute, close your eyes for a second. I won't change my mind. What is getting deep now? What is getting deep now? Follow me around, yeah. Can you let me down? Please don't let me down. Yeah, 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 yeah. Baby, let me down.
мынаған қараңыздар достар, бұл өте қызықты концепция. Мынаны қарап тұрсаңыздар, бұл банкомат сияқты, иә. Oh, you're gonna. Ал бұл банкомат емес, көріп тұрғандарыңызда ішінде донаттар бар, яғни пончик дейміз ғой біз. Яғни донаттарды банкомат түрінде алатын осындай Oh, you got it. Okay. құрылғы бар. And it's Яғни сатушысы жоқ, өзің ала бересің. Банкомат өзі шығарып береді, яғни донатты. Беверли Хиллсте орналасқан, осы жақта болғандықтан осыны көріп кетейін деп осы Cupcake ATM-ге келдік. Өзің таңдайсың, өзің төлейсің, сосын барып ақшаны бергенде донатты береді. Қандай қызық, иә? Келесі нүкте бізде next stop Cat Cafe, мысықтар кафесі. Мысықтар кафесін түсіндіріп өтейін, жалпы не деп, не екендігін. Мысықтар кафесін мен ойлайтынмын алғашында. Мысықтар кафесіне барасың, бірақ айналаңда күшті атмосфера, мысықты жақсы көретін адамдарға. Мысықтар жүреді айналаңда қоршап. Жоқ, мүлдем олай емес екен. Бұл жер негізі қайырымдылық мақсатында деуге болады, мысықтар үшін, мысықтардың өмірлерін жақсарту үшін. Яғни көшеде жүрген мысықтар немесе мысықтарды қарай алмайтын адамдар осы жерге мысықтарын тастап кете алады деп ойлаймын. Өйткені қабылдаса, әрине әр кат кафенің өзінің заңы бар, бірақ көбінесе көшеде жүрген мысықтар осында болады. Содан кейін осы жерге ақша төлеп кіресің, олар төлеген ақшаң мысықтардың тамағына кетеді, жұмысшылардың айлығына кетеді деген сияқты мысықтарға қарап жүреді. Сосын барып кіргеннен кейін мысықтарды сипалауға, олармен ойнауға, оларға тамақ беруге мүмкіндік аласың. Осындай мысықтарды жақсы көретін адамдар баратын күшті жер деуге болады. Қазақстанда ашылу керек. Мүмкін Алматы, Астанада бар шығар, бірақ Түркістанда әрине көрмеппін. Мысық кат кафеден бұрын тіпті операция жасайтын жерде жоқ мысық еттерге. Сондай солай. Лос-Анджелестің мысықтарын көруге келдім. Мынаның ішінде 23 мысық бар екен. Сосын көшеден бір мысық таппағасын осы жерге келу керек болды. This is like a Merca kitten. One of the most valuable lessons I ever learned was don't see Antarctica at the Grove Viewfinder. I don't know. I am very happy I have all my visitors. Балмұздақтан алып жатырмын. Бұл жақта қалағаныңды тегін байқап көресің, бір қасығын. Сонысы жақсы, біздегіден қарағанда. Біздегіде ондай жүйе жоқ қой. Бәрін көрсең де болады. Қанша ұятың жеткенше де тексеріп тегін дәмін татып көруге болады. Сосын маған сатып аласың. Мен Құлпынай түрін алдым. Құлпынай мен кокос қосылған су деген нәрсе әйтеуір сондай алдым. Иә, өз-өзіме сене алмай тұрмын енді. Айтып жеткізу қиын. Бірақ мен осындамын.
келдім. 1 сағат жүрудің қажеті жоқ болды. Өйткені жақын жерде машинаны тастап риск жасадық. Сол штраф салуы мүмкін, бірақ сонда да енді 5 минут жүріп келетін жер. Сол артында үлкен қаланың ортасының көрінісі бар, даунтаун. Күшті. Қуаныштымын. Ең күшті американдық моменттердің бірі болды. Міне қанша жылдар бойы көріп келе жатқан интернеттен бақылап енді өзім тұрмын ғой мына жерде. Маңызды нәрселерді көріп болдым деп сезіп тұрмын өзімнің ішімде. Сан-Диего жаққа қайтып бара жатқан кезде мына жақтан да пляжын көріп кетейін деп тұрмын. Венес бичті. Санта-Моника онша емес болып кеткен деп айтып отыр. Санта-Моникада өте танымал жер негізі. Ана судың қасында айналатын обозрение бар жер ғой. Сосын білмеймін, Венес жақсы деп отыр адамдар. Венеске барамын. Мынандай әдемі паркте жүрмін қазір. Сосын жаңа әжетханасына кіріп көргенмін ғой. Мен дәл Лос-Анджелестемін ба, басқа жақтан ба деп ойлап қаласың. Өйткені жаман демеймін, технологиясы өте ескі деймін ба. Бір Африкада жүрген сияқтысың. Таза, бірақ өте ескі. Сосын темір туалет ба, бір түрлі. Онша емес екен әйтеуір. Сол сондай қызық жерлер де бар. Одан басқа мына жер жақсы. Ұнады. Жайлы парк. Ағаштары Вашингтондағыдай ұзын. Бүкіл жерді қап-қара көлеңке қып тұрмайды. Күнді де көруге болады. Әдемі. Біздегідей жап-жасыл емес енді. Лос-Анджелес сумен суландырып не қылады екен. Суреттерде жасыл болуы мүмкін, бірақ негізі бұл жерлер шөл далаға жақын ғой. Сондықтан мынаның бәрін жасылға үшін су құяды Лос-Анджелесте. Калифорния штатында да нөмірді алдына қою міндетті емес екен. Сондай болу керек деп. Сонымен қазір мен адам тауып алдым, видеоға түсіретін. Мына жерде әдемі табиғат таулары бар екен. Лос-Анджелестің. Сосын мына жақта айналаның бәрінде тауға салынған әдемі үйлер. Мына жақта болса даунтаун Лос-Анджелес, қаланың орталығы болып саналатын. Осы әдемі қала қатты ұнап жатыр жалпы. Қатты беріліп айтып кеттім ба. Сонымен қатты қуаныштымын. Америкадағы ең келгім келіп жүрген жерлердің бірі еді. Бүгін кеше жалпы осы Калифорнияда өте бақытты сезініп жүрмін өзімді. That's it. Шиберлерден сақтаныңдар деп қойыпты. Мына жерде шибер жүретін болып тұр ғой. Табиғатқа жақын таулы жер. Үйлер жоқ айналада. Сол қызық. Осы бәрінен бұрын мына жер Түркістанды есіме түсіріп жатыр. Өйткені иіс бар базардағыдай. Жеміс-жидек пен пісірілген тамақтың иісі араласып шығып жатады ғой базардың ішінде. Түркістанда қандай ондай иіс бар. Сосын пісіріліп жатырған кукуруздар, сол сияқты. Америкадан дәл Лос-Анджелестен
Түркістанның есі шығады деп ойламаппын енді. Күшті. Мынау енді сәл дұрыстау жері. Тамақ жейтін жер болу керек. Әветке келе жатырмын. We'll get your LLC going. Leave me, baby, don't wanna fall again. This just hurt me. Just think about it, but you hold me like you don't wanna break. I need some space. Just think about it, Maybe separate is better, better. I will love you till forever, forever. Венес жағажайындамын. Бұл Венес жағажайы өте танымал. Лос-Анджелестегі ең танымал жерлердің бірі. Және де бұл жақта спортпен айналысатындар көп. Сосын барып жаңағы тамақ жейтін жерлер де көп екен. Жалпы жүруге жақсы. Бізде кеш болып күн батайын деп жатыр. Өте қатты қуаныштымын келгеніме мына жерге. Өте көңіліңді көтеретін жер екен. Мен Венесте болдым. Өте қуаныштымын. Mother Nature could not make a trip for us tonight. He wants to play with you. Гламурный боға мына жақта жатыр деп па. Бүкіл Лос-Анджелестің нелері ағып осы жаққа кеткен сулары. Ойбай, күлдім ау. Бүгін Сан-Диегодағы соңғы күн. Аяқталып жатқанына сене алар емеспін. Саяхатымның барлығын үшін алғысын шексіз енді. Өте қуаныштымын. Соңғы рет жағажайды көріп тамақтанып
осылайша Калифорния штатының оңтүстік бөлігіне, яғни Сан-Диего қаласы мен Лос-Анджелеске барған саяхат аяқталды. Бұл әрине мен өмірімде ең ұзақ күткен, ең қатты қалаған саяхаттардың бірі. Осылайша саяхат аяқталды. Керемет нәрселерді көрдім, жаңа нәрселерді үйрендім. Қанша жылдар бойы күткен Голливуд деген жазуды таудың үстіндегі Лос-Анджелес қаласының даунтауны, Калифорния штатының үлкен жағажайларын бәрін көрдім. Жағажайлары кәдімгідей үлкен екен, ол 2-3 қадам жүріп таусылып қала салмайды. Ол өте үлкен, адамдары кейбір жерлерде өте сұлу болды. Енді бұл саяхат эмоционалды түрде әлемдегі Дубайға барғандай ең бірінші барған шетел сияқты болып сезілмейді әрине. Бәлкім бірінші болып Лос-Анджелеске келсе, немесе Америкаға келсе, адам керемет сезілетін шығар, бірақ маған бірінші саяхатымнан асып түсе алмады бұл саяхат. Бірақ әрине жаңа жерді қуанғаныма өте шүкір, қуаныштымын. Және де тағы да келесі Нью-Йоркқа, немесе Гавай аралдары, Сан-Франциско, сол сияқты жерлерді көру бұйырта берсін, сіздерге де бұйырта берсін. Және де видеоны көргендеріңізге рахмет. Сіздерге осыншама уақыттарыңызды берген, лайк басып, каналға жазылып, қолдап кетуді ұмытпаңыздар. Ал мен болсам, мына жерден ұшып кеттім Сиэтлға. Одан кейін талай жүретін жол болды, қызықтар болды. Осылайша үйге аман есен жеттім. Үйден жазып отырмын, қанша ай өтіп кеткен соң салайын осы видеоны деп. Өкінішке орай Лос-Анджелесте жанып кетті мен барған соң, бірақ әрине олар қалпына келтіру жұмыстарын жасауда, бірақ жанбай тұрып көріп қалдым әдемі жерлерін. Бұйыртыпты солай осы видеом аяқталды. Тағы да рахмет сіздерге. Лайк пен жазылуды ұмытпаңыздар. Subscribe. Сау болыңыздар. Тағы да.